Болды қазіргі уақытта осы аудандық полиция бөлімінде табиғат қорғау полиция толығымен инспектор міндетінен сол биыл 2020 жылы жаз айында Ұйғыр ауданына қарасты Шағын Шатқал деген бізде тамаша керемет жер бар. Сол жерде бағанағы оқыс оқиға орын алады. Табиғи апат дейді ғой, жаңбыр боран. Сол жерде демалып жүрген демалушылар аяқ асты апатқа ұрынып суға кетті деген мәлімет келеді. Содан аудан полиция бөлімінің бастығы бар, басқа да қызметкерлері дабылмен көтереді да сөздеуге барамыз, бер жаққа барамыз, сол төңіректің бәрін іздейміз, қараңғы түседі. Содан іздестіруді жалғастырамыз. Таңертең жарық түскенде судың жағасына барсақ, суға қарап ағарсы дейді де, екі инспекторды көремін да, Шағын Шатқалдың судың жағасы да ара-қашық алыс бір шақырым ғой, судың жағасы жарда тұр. Сондай бағана қолмен түсіндіріп отыр да, мен де түсіндім, значит, өтеме көрген екен. Соны қайтып бағана бізде штаб деді ғой, орталық база, сонда бәрін жинаған сөйлер келсем, ұшқыш вертолет ұшып келеді. Мында қолмен тоқтататын құрал жоқ. Машина нелерін арнайы құралдарын қосам, қолмен шақырдым. Біз одан түсіне қойдым, сразу келіп тоқтады, қолды жерге. Сол жерге барып, ұшқышпен ары бері вертолетпен ұшып қараймыз. Сол кезде қызын байқаймыз. Ол жерде маған қолы мүмкіндік жоқ. Дегенде суды беріп, су аққан кезде жаға шығып екен. Сол жерге қондырып вертолет қонышын маған көп не алуға болмайды адам. Бізге спасательдерде отырған дейді, мен сол жерге жәдеттеп шықпам. Сол жерде маған вертолет өздерінің спасательдерін, құтқарушыларын отырғызады да, қарсы бетіне қонып, жерде маған құтқару операцияларын жүргізеді. Баған құтқарушылар қызды алып шығады. Өзім берді қуанышты болды. Оңай емес қой, баған бәріміздің балаға қуанышын жасамадым, қуанышты қызымды аман есен. Дабыл болды. Солар мана вертолеттің қызын алып келеді. Қызын көрсеңіз көрдік, бетіне сүймеді, тіліңді. Кешіріңдер, әке-шешесі мәз дем. Құттықтауларын айтып. Зелеша, жаным, қалайсың, алтыным? Нормально. Как переправить вертолетом туда на площадку БМП? Мен потом вы откидкин кезде бүйтіп, содан мен аяқтан бүйтіп суды итердім да, из-за этого мен вот так вот потом барып сөйтіп. Я. Бүгін міне немерем екінші туған күні аман есен міне бүкіл МЧС Алматы облысына, департамент Алматы МЧС-ке және бүкіл Алматы облысының әкімдеріне бәріне рахметімді айтамын.